Грант. Құрметті достар, ата-аналар, оқушылар, қазірден бастап бізде ішкі гранттар, яғни ректорлық гранттар ойнатылып бастап жатыр. Яғни сіздер жазды, тамыз айын күтпей-ақ қазірден бастап 100% университеттердің грантын ұтып алу мүмкіндігіне ие бола аласыздар. Бұл гранттарды біз ішкі гранттар деп айтаймыз, немесе оларды ректорлық грант деп те атайды. Жалпы бұл ішкі грант, ректорлық грант дегеніміз не? Олар кімдерге беріледі? Оны қалай ұтып алуға болады? Қалай қатысады? Сол туралы осы видеода толығырақ айтатын боламын. Жалпы гранттардың түрі көп, өте көп, 10-нан аса гранттың түрі бар. Бұл гранттар қаржыландыруына байланысты осындай түрлерге бөлінеді. Яғни қарапайым тілмен айтқанда, ол гранттың ақшасын сізге кім төлеп береді, соған байланысты. Мысалы, бүгінгі тақырыбымыз ішкі гранттарды кім төлейді? Ол не үшін ішкі грант деп аталады, сол туралы айтатын боламыз. Ішкі грант, ректорлық грант, екеуінде бірі грант. Тек әркім әртүрлі айтады. Ішкі грант, ректорлық грант дегеніміз бұл университеттердің оқушыларға, студенттерге беретін қосымша гранты. Яғни, кім қаржыландырады, кім сіздің ақшаңызды төлейді, ол университет. Ректор емес, ректор өз қалтасынан төлемейді, бұны университет төлейтін болады. Көбінесе бұл ішкі гранттар маркетинг мақсатында, яғни университет өзін жарнамалау мақсатында өткізіледі. Және сонымен қатар дарынды балаларға олимпиададан, ғылыми жұмыстан орын алған оқушыларды ынталандыру мақсатында да осындай гранттарды беріп жатады. Яғни осындай мықты талантты оқушылар біздің университетімізде оқу керек. Біз осындай университеттер оқушыларды өзімізде алып қалғымыз келеді деген мақсатта да университеттер осындай гранттарды бөліп жатады. Жалпы гранттар, ішкі гранттар бұл әртүрлі. Яғни біз белгілі бір осындай болады деп талабын айтамаймыз. Енді көп таралған түрімен сіздермен бөлісейін. Көбінесе ішкі гранттар 4 жыл оқу ақысын төлеп береді оқушыға, бірақ стипендия болмайды. Яғни 4 жыл сіз тегін оқисыз, бірақ стипендия алмайсыз деген сияқты. Және кейбір университеттерде ішкі гранттарға мынандай талап қояды. Оқушының бағасы түсіп кетпеу керек. GPA деген болады. Яғни 3-тен 0-ден GPA 3-тен 0-ден төмен болмау керек деген талап қояды. Егер де сізде GPA 3-тен 0-ден түсіп кететін болса, онда университет грантын қайтып алады. Яғни сіз бір семестр, яғни сессиядан сессияға дейін ғой. Мысалы, қыста сессияда қорғайсыз, сіз GPA-іңіз 3-тен 0-ден жоғары болады. Қыста көктемге дейін сіз грантта оқисыз. Ал көктемдегі сессияда сіз құлап қалсаңыз, яғни GPA-іңіз 3-тен 0-ден төмен болып қалса, онда университет сізден грантты тартып алады. Сол көктемнен келесі қысқа дейінгі уақытта, яғни келесі семестрді сіз ақылы өз қалтаңыздан төлеп оқисыз. Кейбір университеттермен барлығы демеймін, кейбір университеттер сіздерге осындай талап қою мүмкін. Ал кейбір университеттер GPA-іңіз қанша болса да, сіз лето алсаңыз да, жазға ауысымға қалсаңыз да, көшпей қалсаңыз да, 4 жыл грантты оқисыз деген талап қояды. Және тағы бір қуантарлығы, кейбір университеттерде ішкі грантқа стипендияны беріп жатады. Яғни мемлекеттік гранттан ешқандай айырмасы жоқ. Сіз 4 жыл грантта да оқисыз, стипендияңызды аласыз. Яғни сондай грант беретін университеттерде бар. Бұны біз қайдан білеміз? Бұны сіздер осындай олимпиадаға, жаңағы эссе деген сияқты қазір айтатын боламыз. Сондай талаптары арқылы 100% грант ұтып алғаннан кейін, сол университетке барып сіздер келісім шартқа отырасыздар. Яғни мен осы университетке, СДУ университетіне, Астана IT университетіне ішкі грантқа оқимын деген сияқты. Сіздерде келісім шарт болады. Сол келісім шартты толтыратын уақытта сізге уже барлығы белгілі болады. Грант қанша уақытқа беріледі, қанша жылға беріледі, ол жерде стипендия бар ма, жатақхана бар ма, жоқ па, соны сол кезде білетін боласыз, және алдын ала да біліп қоюға болады. Ішкі гранттың ешқандай сіздерге зияны жоқ. Ішкі грант тек қана сіздер үшін плюс. Мысалы, осындай уақытта, яғни күзде, қыста, яғни тамыз айына дейін
сіз белгілі бір университеттің ішкі грантын ұтып алсаңыз болады. Сізде уже қалтаңызда, қоржыныңызда бір грант тұрады. Және ОБТ-ға қатысып, ОБТ-ыңыздан жоғары балыңызды алып, тамыз айында мемлекеттік грантқа қатысып, грант ұтып алуға да болады. Яғни кәдімгі грант конкурсына қатысып, грант ұтып алсаңыз да болады. Сол уақытта сізде уже 2 грант болады. Бір грант ол ішкі грант, және екінші грант ол мемлекеттік грант. Сол кезде сізде таңдау болады. Мемлекеттік грантта оқу, немесе ішкі грантта оқу деген сияқты. Мысалы, мемлекеттік грантта оқимын десеңіз, онда жаңағы ішкі гранттан бас тартып, әрі қарай мемлекеттік грантта оқи берсеңіз болады. Немесе, мысалы, сіз ішкі грантқа мықты университетке грант ұтып аласыз. Мысалы, Сүлеймен Демирел университетінің, немесе Мақсұт Нарекбаев, Астана IT сияқты университеттердің ішкі грантын ұтып аласыз. 4 жыл тегін оқитын, бірақ тағы тамыз айында мысалы мемлекеттік грант ұтасыз. Ол уақытта ондай мықты университет емес, жай бір өз қалаңыздағы университет болуы мүмкін. Осы уақытта сіз жаңағы мемлекеттік гранттан өзіңіз ұнамайтын университеттің грантынан бас тартып, өзіңіз қалаған престижный университеттің ішкі грантында оқысаңыз болады. Яғни бұл жерде студенттің өз таңдауы болады, оқушының өз таңдауы болады. Немесе ана грантты, немесе мына грантты таңдаса болады. Жалпы ішкі гранттар туралы айтатын болсақ, бұл ішкі гранттар әртүрлі сайыстар өткізетін болады. Мысалы, осы қазір 2025 жылдың қараша айы, қазір мысалы Астана IT университеті I2 I-код бағдарламасын жариялады. Бағдарлама 3 кезеңнен тұрады. Әр кезең IT бағдарламауға арналған. Осы бағдарламаларды жасау арқылы бірінші кезеңге қатысып, одан өтіп, екінші кезеңге, одан өтіп, үшінші кезеңге қатысып, үшінші кезеңде жеңіп жатырсаңыздар, сіздер Астана IT университетінің грантын иелене аласыздар. Және дәл осылай, мысалы, журналистика мамандығына грант ұйымдастыру мүмкін. Ол жерде мысалы эссе жазу деген сияқты талап қою мүмкін. Немесе өткен жылы, мысалы 2024-25 оқу жылында Сүлеймен Демирел университеті құқық мамандығына ішкі грант ойнатты. Ол жердегі талап, мысалы, бірінші турда видео түсіру керек. Мысалы, мен неге құқық мамандығын СДУ университетіне оқығым келеді деген сұраққа жауап ретінде видео түсіру керек. Және сол видеолардың арасынан іріктеп алып кейбір оқушыларды екінші кезеңге өткізеді. Екінші кезеңде офлайн болады, СДУ университетіне барып, құқық пәнінен сіздер емтихан, яғни тест тапсырасыз. Дәл осындай ол мамандыққа, университетке байланысты әртүрлі жарыстар, әртүрлі сайыстар, олимпиадалар болуы мүмкін. Яғни осыған сіз қатысу арқылы университеттердің ішкі грантын ұтып ала аласыздар. Жыл сайын осы ең алғашқы деп айтсам қателеспейтін шығармын, жалпы СДУ университеті 10 жылдан бері ішкі гранттарды ұйымдастырып келе жатыр. Ол SPT олимпиадасын ұйымдастырады, яғни бұл жерде оқушының бейінді пәндері бойынша ұйымдастырады. Пәндері бойынша сіздер тест тапсырасыздар, және сол тестті кімдер ең жоғары ұпай алды, сол оқушыларға СДУ университеті 100% өзінің грантын береді. Дәл осындай сайыстарға, олимпиадаларға қатысу арқылы сіз өзіңіздің ұнайтын, армандаған университетіңіз бен мамандығыңызға грант ұтып алсаңыздар болады. Ішкі гранттарға қатысу бұл оқушыға іштей бір сенімділік береді. Яғни сіздер, мысалы, қаңтар, наурыз айында белгілі бір университеттің ішкі грантын ұтып алатын болсаңыздар, жазға дейін сіздер арқаян жүріп, яғни миыңыз тыныш, ешқандай қорқынышсыз, спокойно жүріп ОБТ-ңызға дайындалатын боласыз. Яғни ОБТ-ға деген, грантқа деген белгілі бір ішкі стрессті азайтуға көмектеседі. Және тағы да бір нәрсе, яғни сізде уже екінші вариант тұрады. Мысалы, мемлекеттік грант ұтып алмасам, жақсы, мен ішкі грантымен оқи саламын деген сияқты. Және тағы да бір ерекшелігі бұл, мысалы, бізде дипломатия, журналистика, менеджмент, финанс деген мамандықтар бар. Грантқа түсу өте қиын, яғни 120-дан жоғары балл керек болады. Осындай мамандықтарға сіздер мысалы ішкі грант ұтып алсаңыздар, бұл да керемет мүмкіндік. Себебі сіздер мысалы ОБТ-дан неше балл жинайтындарыңызды білмейсіздер. Бәлкім ОБТ-дан жоғары балл жинауыңыз да мүмкін, бәлкім төмен алып қалатын шығарсыздар. Осындай жағдайда ішкі грант сіздерге өзіңіздің арманыңызды орындауға мүмкіндік береді. Сондықтан да осындай ішкі гранттарға қатысыңыздар, міндетті түрде жіберіп алмаңыздар, бақтарыңызды сынаңыздар. Енді қалай қатысамын дейтін болсаңыздар,
барлығы негізінде жаңағы ашық доступта, ешкім сіздерден жасырып бұл нәрсені өткізбейді. Бұл жерде оқушының өзінің пысықтығы керек болады. Мысалы, сіз жаңағы айтқанда СДУ университетіне түскіңіз келеді. Сол СДУ университетінің инстаграмына тіркеліп, сол университетті әрқашан бақылап жүруіңіз керек. Яғни не өткізіп жатыр, қалай өткізіп жатыр деген сияқты да. Сосын мысалы СДУ, МНУ, Астана IT сияқты университеттер үлкен қалаларды барып аралап, өздерін таныстыру жұмыстарын жүргізеді. Осындай жұмыстардан да қалып қалмауларыңыз керек. Бұндай шаралардың барлығын университеттер өздерінің әлеуметтік желілерінде, яғни инстаграмдарында немесе сайттарында міндетті түрде жариялап отырады. Сондықтан оқушылар өздеріңіз пысық болып, түскіңіз келетін университеттің инстаграмына жазылып, әрқашан бақылап жүрулеріңіз керек. Олимпиада жариялаған уақытта бірден тіркеліп, сол олимпиадаға қатысыңыздар. Ал былай белгілі бір сайтта тұрады, яғни жарияланады деген нәрсе жоқ. Әр университет әр уақытта өткізеді бұл емтихандарды, яғни бұл оқушыға байланысты. Тағы да бір қалай өткізіп алмаймын десеңіздер, ол менің парақшама тіркелу. Менің парақшам мына жерде Инстаграм парақшам. Осы Инстаграм парақшамда қандай университеттер гранттар жариялап жатыр, қандай гранттар болуда, гранттардың талабы қандай сияқты сұрақтарға мен жауап беретін боламын. Және алғашқылардан болып осы хабарландыру ретінде жариялап отырамын. Сондықтан ішкі гранттарды және кез келген грантты жіберіп алмас үшін менің парақшама жазылып кетіңіздер. Және осындай гранттар туралы толық ақпарат білу үшін YouTube каналыма да жазылсаңыздар болады. Себебі Инстаграмда білесіздер, видео форматы өте қысқа, ұзақ видеолар көп қаралым жиналмайды. Сондықтан да мен осындай ұзақ тақырыптарды анық, нақты түсіндіру үшін YouTube'да қазір подкаст түсіріп, YouTube'ымды жүргізіп жатырмын. Сондықтан YouTube каналыма да тіркеліп кетіңіздер. Солай барлықтарыңызға сәттілік, гранттарға қатысыңыздар және грант ұтып алуларыңызға мен тілектеспін.